сіздерге қалай KineMaster программасында монтаж жасау керектігін көрсетемін. Міне мен мынандай қысқа видеоролик салдым. Өзім просто осыны экран түсіре салдым да сала салдым. Сіздерге ең бастысы қалай көрсетсем болды. Қалай монтаж жасайтынын көрсетсем болды ғой. Монтажды жасаш деп айтқан мына комментаторға үлкен рахмет. Каналын ары қарай дами берсін. Мен сенімен біргемін досым. Давайте кеттік. Ең бірінші, сіздер өзіңіздер видеоларын таңдайсыздар. Мысалы, мен просто мынандай экранды түсіре салдым да сала салдым. Келесіде мен обязательно ең бірінші оның басына интро қоямын, достар. Егер сіздер интро қалай жасайтынын көргіңіздер келсе, онда мына видеоның астына лайк басыңыздар, на видеоның астына лайк басыңыздар. Чем больше лайк, тем көбірек мен сондай видео түсіремін, достар. Міне, мультимедиаға кіреміз. Интромейкер. Ойнау, аутрон сол қойыппын, кешіңіздер. Аутрон сол қойыппын қазір. Міне. Мынандай. Міне осындай интроны саламда. Сол интроға сразу же переход таңдаймын. Менде переходтар мен әртүрлі переходтар суткама жазып алып, мне стеклайн мысалы, иә. Жоқ, онша көрінбейді, маған ұнамайды. Давайте басқа бірдеңке. О, мен анау более-менее екен. Міне мысалы интро басталды. Міне осылай видео басталады. Достар, сізге айтқым келіп тұрған бір нәрсе. Мында видео рендерить етеді ғой, мысалы, сіз полностью монтаж жасап бітесіз, сол кезде мына жер бүйтіп қатпайды, полностью жақсы болады. Келесіде мен даусында обязательно KineMaster'ны өзінде жазам. Мысалы, мына видеоның дауысын полностью өшірем. Ол үшін жазған видеоның үстіне басасыз да, мына жерде дауыстың иконкасы суреті жүреді. Соған басып, громкость, мне мынаны полностью нольға түсіресіздер. Және мен сразу одан кейін музыканы таңдаймын. Давайте любой бір какой-нибудь музыка алайық. Мысалы, жоқ, более-менее давайте өлең тыңдайық. Нормальный такой өлең тыңдайық. Досы бола берсін, бізге бәрі бір ғой, просто өлең болса болды. Келесіде бұл өлең дауысы мен обязательно примерно бір 8%-қа түсіремін. Және көрсеттім оны қалай жасайтыңыздар. Музыкаға басасыздар. Астына жасыл болып өзі шығып тұрады. Громкосіне иконкасын таңдайсыздар да, міне мынаны өздеріңізге қалағаныңызға түсіресіздер. Мен примерно 10-ға түсіремін. Міне тыңдап көрейік. Я мне өлеңнің дауысын не переграживать. Енді келесіде біз өзіміздің дауысымызды жазуымыз керек. Кеттік. Ол үшін голосқа басамыз да бастаймыз. Все, достар, мен түсіндім, кешіріңіздер. Из-за того, что мен Easy Screen рекордты қосып отқан соң, мұнда голос записи болмайды. Бірақ мұнда сіздер өздеріңізді голостарыңызды жазып, голосқа басып, өз дауыстарыңызды жазып, оны примерно 100-ден асырасыздар. 200-ге не келесіздер, сол кезде ол жақсы естіліп тұрады. Келесіде өз қалаған, мысалы, не туралы айтып отырсыздар, ол үшін слойға басасыздар, мысалы. Давайте мына жерде бір осылай жасайық да, ол үшін слойға керек уақытқа келесіздер, мысалы 14 секунд, я слойға басасыздар. Мультимедианы таңдайсыздар да. Өздеріңізге керек, мен мұнда, типа, мынандай, мысалы, мынаны аламыз да. Етіп қоя салам. Чисто, типа, опис, мысалы, комментарий жазыңыздар деген сияқты мынада қоя салам, и все, типа. Достар, бірақ сіздер достар, мен видеоролигім бұндай қысқа болғаны монтаж туралы себебі мен соткам ескірді, және де монтаж жасауға тіптен уже қиын болып кетті. Достар, в скором времени мен компьютер аламын өзіме жаңа.
улучшать етеміз, ескінді және сол кезде видео түсіре бастаймын. Достар, менің каналымда скоро конкурс болады, ол конкурс бастау үшін 50 подписчик жиналу керек, так что давайте подписканы басамыз, лайк, комментарий, поделиться на обязательно достарыңызға жіберіңіздер. ютубпен айналысатын достарыңызға жіберіңіздер, және де 50 подписчик жиналғанда жақсы конкурс болады. И 3 призовой место, бәріңіздің мүмкіндіктеріңіз бар ұтуға. Және де достар, подписка, лайк үшін рахмет, активностьтарың көтеріліп жатыр. Әр видеода 20 просмотр. Там өте жақсы болды достар. Ал сіздермен бірге Кариб каналы. Қош сау болыңыздар. Бақытты болыңыздар. Жолдарыңыз болсын достар. Лайк басып, подписка жасаған, поделиться кнопка басқан адамдарға бақытты болсын.